Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ерекше әрі дәмді спиралға ұқсайтын хворостың рецептімен бөліскелі отырмын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көрулеріңізді сұраймын. Таза ыдысымызға сүтімізді, суымызды, тұзымызды, шекерімізді, нан содамызды салып, араластырып аламыз. Араластырып болған соң, алдын ала сармайымызды ертіп, ыстық болса осылай қозғап отырып, құйып тағы да араластырамыз. Араластырып болған соң 2 дана жұмыртқамызды салып, барлығы біркелкі болғанша тағы араластырамыз. Үстінен ұнымызды саламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп бөлісе кетсеңіз, менің каналымда бұдан да басқа жақсы дәмді рецепттер бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырларыңыз қатты жұмсақ болып кетпесін, себебі кейін жайған кезінде ыңғайсыз болады. Дәл осындай жұмсақтықта болады, қолға жабыспайтындай. Мешокқа салып, мұздатқышқа салып қоямыз 1 сағатқа. Bir сағат тұрды қамырымыз. Мұздатқыштан алғаннан кейін де кішкене қатаяды қамыр. 3 бөлікке бөліп аламыз қамырымызды. Домалақтаймыз. Яғни 3 зуала жасаймыз. 2 зуаласын пакетке салып қоямыз. Беті қаязып қалмас үшін. Бір зуаламызды ұн сеуіп отырып жаямыз. Қамырды жұқа етіп жаясыздар, қалың болып кетпесін. Қамырларыңыз қалың болып кетсе, піскен кезінде бауырсақ секілді болып шығады. Ал егер де жұқа етіп жаятын болсаңыздар, хворост сияқты қытырлақ өте дәмді болып шығады. Міне дәл осындай жұқалықта болады. Жұқалықта астында дастарханыңыз көрініп тұру керек. Енді қамырымызды кесеміз. Бізге енді сызғыш керек. Барлығын 8 сантиметрден бірдей ғып өлшеп аламыз. Барлығы бірдей шығу үшін. Өлшеп алған жерімізден кесіп шығамыз. Дәл ортасындағы ұзын бөлігін аламыз қамырдың. Бетіне сармай жағып шығамыз. Сармайымызды ертіп алып. Теп-тегіс етіп барлық шетіне жағып шығасыздар. Екінші қамырымызды дәл солай бетіне қойып шығамыз. Бұның да бетіне сармай жағамыз. Үшінші қамырымызды қоямыз. Бетіне сармай жағамыз. Төртінші қамырымызды қоямыз. Бұның бетіне сармай жақпаймыз. Бұл ең соңғы қамырымыз. 4 қамырдан қойып шығамыз. Қамырымызды осылай кесіп шығамыз. 1 сантиметрден көз мөлшермен алып. Қамырымыз осылай бұрап жасаймыз. Спираль тәріздес болады.
нығыздап, қолдарыңызбен нығыздап жасаңыздар. Қамырларыңыз жұмсақ болғандықтан тез жабысып қалады бір-біріне. Дастарханға қойсаңыз да әдемі, сәнді көрінеді, өте дәмді болып шығады. Майымызды қыздырып алып, қамырымызды осылай пісіріп аламыз. Майларыңыз қатты қызып кетпесін, қатты қызып кетсе, беті тез күйіп кетеді. Сол себепті қатты қыздырмай тұрып саламыз. Сарғыш етіп қуырып аламыз, пісіріп. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, бөлісуді ұмытпаңыз. Дәл осылай пісіріп аламыз барлығын. Енді сиропымызды дайындаймыз. Таза ыдысымызға құмшекерімізді салып аламыз. 300 грамм, 200 грамм суымызды құйып, кішкене ғана лимонымызды салып отқа қоямыз. Қайнаған соң 7-10 минуттай тағы қайнатып аламыз. Дәл осындай көпіріп көбейеді. Осы кезде кішкене ғана бір салқын суға тамызып жүрсеңіздер, осылай қою болып қатса, сиропымыз дайын болды. Лимонды алып тастап, отымызды өшіріп, 2 ас қасық балымызды салып, ергенше араластырамыз. Дайын болды сиропымыз. Енді жаңағы пісіріп алған қуырыстарымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз сиропымызға. Тарелкамызге саламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дастарханға қойсаңыз да сәнді, әдемі көрінеді. Бір істегенде сәтті болып шығады. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көргендеріңіз үшін рахмет. Міндетті түрде лүпіл қалдыруды ұмытпаңыздар. Сән үшін осылай күнде сеуіп шықсаңыздар болады, әдемі көрінеді. Таза піскен, не көріп тұрғандарыңыздай. Істеп көріңіздер, ас болсын. Тіркеліп алуды ұмытпаңыздар каналыма.